Ассалаумағалейкум, құрметті ауылдастар, ағайындар, туыстар. Мынау бүгін Салтанат әпкеміз бен Роза әпкеміздің үйінде келіп тұрмыз. Үйдің жағдайын көріп тұрмыз. Әпкелеріміздің үйін ешқандай жөндеуге келмейді. Күрделі жөндеуге де келмейді, жай жөндеуге де келмейді. Құлауға келіп тұр ғой, былайша айтқанда үй. Енді қолымыздан келгенше ағайын боп, ел боп, жаңағы қазақта сөз бар ғой, көп түкірсе көл дейді. Қолымыздан келгенше 2 бөлмелі, болмаса 3 бөлмелі бір баспана тұрғызсақ деген ниеттеміз. Құдай қаласа ел боп, жұрт боп, ағайын туыс боп, осыға әпкенімізге қолдан келгенше көмек берейік. Осы үйде туылып өскен. Әке шешем қайтысып кеткен. Қайбір жылдар арық сол тұтатқан. Содан бері құздан там түсіп жатыр ғой. Нұр Отанға да бардық, әкімшілікке де бардық, одан көмек жоқ. Көмек сұрай аяқтан тоздық, шынын айтқанда. Енді сол ауылдағы жігіттер сәл көмектесек деп сол жағдай. Үй жөндеу ремонтына келмей бұзып қайтқан самаса. Күнкеріс енді жұрттан ілгері емес, кейін емес. Сол онша-мұнша даладан да тірлік істейміз. Анері жаңадан бұзылған құлып бар еді. Торпағын жұрт тасып. Сатып алып ғой, біз соны астына қышты жинап, соны сатып. Пенсияға қосымша есебі ғой енді. Продуктымыз сол күн көреміз, одан айта бутылка жинап, сол мың күн көреміз. Тіршіліктің ұятты тірлігі жоқ қой.